Серікбол Қондыбайды зиялы қауым қазақтың екінші шоқаны дейді. Өйткені оның ғұмыры тым қысқа болды. Бірақ бар өмірін қазақтың тарихы мен мәдениетін, салт санасын жаңғыртуға арнады. Оны түбегейлі зерттеуде аянбай еңбек етті. Серікбол Қондыбай 1968 жылдың 14 наурызында Маңғыстаудың Қарақия ауданы Құрық кентінде дүниеге келген. 1975-85 жылдары Шетпе кентіндегі нөмір 3 мектепте білім алған. 1991 жылы Қазақ мемлекеттік университетінде географ, геоморфолог мамандығын бітіріп, еңбек жолын мектепте мұғалім болып бастаған. Кейін аудандық білім қоғамы газетінде жауапты хатшы, аудандық байланыс торабында монтер болып қызмет еткен. Серікбол 1986 жылға желтоқсан оқиғасы көтерілісіне қатысты. 17 желтоқсанда ұсталып, 10 күн қамауда отырған. 25 жасында жол апатына байланысты мүгедек болып қалды. Одан кейін 9 жыл өмір сүрді. Аяғымнан айырылдым деп сары уайымға берілген жоқ. Сол жылдары Серікбол ғылымға түбегейлі бет бұрып, көп еңбек етті. Қазақ мифологиясына арнап 16 том кітап жазды. Қазір оның еңбектері орыс және ағылшын тілдеріне аударылып жатыр. Аз ғана ғұмырында байырғы қазақ шежіресі мен әфсана аңыздары, географиясы тұрғысында құнды мағлұматтар жинап, бірнеше кітап жазды. Ғалымның Маңғыстау географиясы, қазақ мифологиясына кіріспе, Маңғыстау мен Үстірттің киелі орындары, Есен қазақ, Гиперборея, түс көрген заман шежіресі, арғы қазақ мифологиясы, эстетика ландшафтық Маңғыстау, Маңғыстау нама, қазақ даласы және герман тәңірлері, жауынгерлік рух кітабы сияқты басқа да зерттеу еңбектері әлі де ғылыми сарапқа түсіп, қазақ тарихы, қазақ ғылымы үшін маңызды тың тұжырымдар жасауға негіз болары анық. Серікбол Қондыбай отандық ғылым үшін жемісті болар жаңа бағыт бастап берді. Өлкетанушы, географ, публицист, этнограф ғалым Серікбол Қондыбайдың өмірі мен шығармашылығы халқымызға кеңінен танымал. 21 ғасырдың керемет құбылысы саналған ғалым өмірден тым ерте кетті. Соған қарамастан қазақтың тарихын, мәдениетін, салт санасын жаңғыртуға үлкен үлес қосып, артына мол рухани қазына қалдырды.